Сәлем достар. Бүгін мен ФК Мобайлдағы үздік нападающийді айтып кететін боламын. Сіздерге қысқадан нұсқа айтып кетейін, көп уақытты алмай. 89-дық овыштан бастадым. Яғни 4 жұлдызшадан бастадым. Бұл жақта 89-дықтан Пеле 92, 90, 88, 92 өте жақсы, әдемі. Бірақ Пеле бізде қымбат. 89-ның өзі қымбат, 94-дің өзі 66 миллион болып тұр. Мен сіздерге бұл жақтан Дрогбада жақсы, бірақ Дрим Лига онша емес. Дрогбаны совет бермеймін сіздерге. Кімге Дрогбаны алсын. Бірақ бұл жақтан 89-дықтан Малин 92, скоросты, Дрим Лига 88. Удары более-менее, физикасы да бар 75. Өте жақсы. Қараса Дрим Лиганың өзі 90, ловкосты 91. Көрсеңіздер, скоросты әдемі. 89 овыштан Малинді алсаңыздар болады. 90 овыштан ЭТО 91, 91, 81, 88, 81. Физикасы да өте әдемі. 4 жұлдызша, высокий средний, точный удар, скоростный длинный удар, шеведой таланттары бар. ЭТО 90-дықтан. Қалғанын, кімге Левандовский ұнайды, Левандовскийді алсын. Мысалы, Левандовскийдің 95-ін алсаңыздар да болады. Өздеріңіз жаңа дәл көтеріп. Бірақ ЭТО 90-дықтың үздігі. 91-ліктен Мбаппе 97, скоросты. Дрим Лига 91, скоростың Дрим Лига өте керемет. 89 удар, 79 пас, жақсы. Физикасы 75, әдемі. Талант высокий, низкий, өте әдемі. 5 жұлдызша, өте жақсы. Бүкіл дримліктер жасай алады Мбаппе. Фернандо Торрес 91-ліктен өте жақсы. 94, скорысы дримлігі да жақсы, удары да жақсы. Бірақ сіздерге Фернандо Торрес көрсеңіздер 94-тігін алып жақсы ойнайды. Лаказетте. Ақшаға тиімдірақ болатын болса, осы Лаказеттені алсаңыздар болады. Негізі қаран, скорост 89, Дрим Лига 86, удар 87. Более-менее, бірақ жақсы. Физикасы да әдемі. Высокий, точный удар, лидерство, таланттар бар екен. Таремей, совет бермеймін сіздерге. 92-ден Криштиану Роналдо. Роналдо кімге ұнайды алсын, бірақ скорост бұл жақта аз көрсетілген. Көтеріп алсаңыздар да болады скорсын. Удары жақсы. Дрим Лигада жақсы. Кантона 86, 92. Статистикасы әдемі. Жақсы 5 жұлдызша. ЭТО әдемі. 92-лігі. Сон Хинминді 91, 92, 81, 87 өте әдемі. Скоростың Дрим Лигада жақсы. Сонымен Пушкаш 89, 95, 80, 91. Өзім ойнатқан Пушкашты өте жақсы ойнайды, бірақ кейбіреулер Пушкашты ойната алмайды. Кейбіреулер ойната алады, кімге ұнайды алсын. Мартинес, совет бермеймін, Мюллер мұндай қатты бермеймін, тек удары жақсы бұда Дрим Лигамен. Мбаппе 93-тіктен Мбаппені алсаңыздар болады, өте жақсы. Сайскас Дженало, осыны көрсек, 92 скорос. Дрим Лига 90, өте жақсы. Физикасы да әдемі. Негізі бұның аз овышта ЛП-сы бар. Яғни бұл ЛП, ЛВ, Лингер-Вингерді ойнайды. Нападающий да болып жақсы ойнайды. Рауль да 91, 90, 79, 93 өте жақсы. 4 жұлдызша. Завершение атаки 94,
өте жақсы. Дремлик Ловкстың өзі 95, баланс 94, өте жаңа тамаша. Манені көрсеңіздер де алсаңыздар да болады. Мане қараңдар, Рауль жақсы. Левандовский скоросты нашарлау тұр. Роналдо 94 golштан Роналдо өте жақсы. 5 жұлдызша. 93, 80, 91 өте тамаша. Қаран, Дремлигі 95, Завышен атаки 96 жақсы. Ударсылета төбеден түскен ударлар 90 жақсы, пенальти да жақсы болып тұр. Реакциясы да Владимирчасы олардың жақсы болып тұр. Саллах та жақсы. Нападающий пафосын алсаңыздар да болады. Правый вингер жағында напта жақсы. Бензема совет бермеймін Бенземаға. Лео жақсы. 97. Скорс да әдемі. Скорсымен алып ұшып кетіп гол сала берсеңіздер де өте жақсы. 95-тен Криштиану Роналдо алсаңыздар өкінбейсіздер, өйткені скорста 92-ге қарағанда жақсы көтеріп қойған, ударында көтерген, дремлигінде көтерген, физикасы да жақсы. Груев 95-тердің ішінде Груевтің статистикасы өте тамаша. 95, 92, 89, 96 өте визиконниско. 5 жұлдызша. Характеристикасын қарайтын болсақ, Дремлигі 98, Владимирчасы 99, Ловкс 98, реакциясы 95. Қаран, Завышен атакасы да 95, ударсылета 96. Груев алсаңыздар, өкінбейсіздер. Пушкаш, бұл жақта менске совет беретін Пушкаш өте тамаша. Бұл Пушкаштың да Завышен атакасы 101. Көрдіңіздер ме? Ударында. Осындай статистикасына қарап та алсаңыздар болады. Реакциясы 98. Ловксты, Владимирчасы, Дремлигі өте тамаша. Баланста әдемі. Ударсылета, пенальти барлығынан Пушкаш әдемі болып тұр. Сіздерге айтайын. Енді Дрогба кімге ұнайды алсын. Бірақ маған 95-тігінен совет бермеймін. Өткені қарасаңыздар, мына жақта Ловксты 81 болып тұр. Реакциясы 89, Дремлигі 84. Олар жақсы оның. Сіздерге енді басын айта кететін болсам, 89-дан Малин, 90-нан Этоо, 91-ден Мбаппе, Лаказете, 92-ден Этоо, Сон, Кантона кімге ұнайды алсын. Криштиану Роналду кімге ұнайды, Кумиру алсын. 93-тен Мбаппе, Дженоло, Рауль, осы үшеуін совет берем. 94-тен Роналду, Звоздик, Саллах, Рафаэл, Лео, осы үшеуін. 95-тен Груев, Пушкаш, Роналду. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі лайк басып компьютерге жаза кетіңіздер.